Сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге керемет, ең оңай әрі дәмді, тез дайын болатын пиццаның рецептісімен таныстырғым келіп отыр. Бұның қамыры кез келген начинкамен бара береді. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға жылы суымызды, бір қасық қантымызды және тұзымызды, сонымен қатар ашытқымызды салып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Сосын ұнымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Оны кейін оқтаумен немесе қолмен жайсаңыздар да болады. Формамыздың көлеміне байланысты етіп жаямыз. Егер сіздерде формаларыңыз жабыспайтын болса, онда майламай қойсаңыздар болады, немесе пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Менде бұл рецепт тек бір ғана пиццаға арналған. Егер 2-3 пицца қаласаңыздар, осы рецепті 2-3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Шетін бәрін қайырып шығамыз бірдей етіп. Енді мен осының соусына кетчуп пен майонезді алдым. Бұл өте оңай әрі үйден табылады. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызға жағып шығамыз. Менде бүгін маргаритта пиццасы болғандықтан мен қызанақты алдым. Қызанақты жақсылап турап, барлығын біркелкі етіп қойып шығамыз. Сосын мен кішкене ас қорытуға жақсы болсын деп, осындай көк шөптен қостым. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Сосын үстіне сырымызды, яғни ірімшігімізді салып 5 минут пісіріп аламыз. Ас болсын қыздар.